Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін осындай домалақ жастық жасаймыз юбкадан. Жасау жолы өте оңай. Мына жағыда мінекей мынандай қарап тұрсаңыздар, бұл жастығына ұқсайды. Ішінде мақта бар. Мен осы видеомды қарап, сіздерге үйде келмей қалған юбкалардан осылай жасасаңыздар болады. Лайк басып қойыңыздар, қыздар. Қыздар, қазір осы юбкадан біз жастық тігеміз. Ол үшін алдын былай бүріп тігеміз, және артын астында солай тігіп шығамыз. Қыздар, мінекей мен екі жағын тігіп шықтым. Ортасына жиырған кезінде міне беті, яғни белі осындай кішкентай болды да тесігі, ал асты бізде үлкен болды. Өйткені асты кең ғой. Кең болғандықтан тесігі мінекей осындай үлкен болды. Енді осының ішіне біз мақта саламыз. Мақтаны салып болғаннан кейін мен мына жерді тағы да былай бүріктіріп тігемін, тағы да былай несін кішірейтемін тесігін. Сосын екі жағына үйден осындай не тауып алсаңыздар болады, гүл. Осы екі жағынан гүл қоям, сонымен біздің жастығымыз дайын болады. Не болмаса, мысалы, мына мен уже керек емес қызымның бантигі. Егер қолдан болмаса, қолдан жасауға болады гүлді. Қолдан жасап, бұның орнына не болмаса қоймай қойсаңыздар да болады. Бірақ тесікті жауып тұру үшін осындай гүл қойсаңыздар, күшті пончик жастық, күшті жастық болайын деп тұр. Қыздар, мінекей мен мақта салып болдым. Мына жағы осындай, мына жағы әдемі аккуратын болып шықты. Осылай мінекей жабыстырсаңыз күшті жастық болды. Не болмаса орындықтың үстіне қоятын да істеуге болады. Мына гүлді кішкене кішірейтіп, не болмаса гүлдің орнына гүлді ішіне де салып жүруге болады. Ал мына жағы үлкен болды. Мен оны қазір былай қысқартып тігемін, тігіп шығамын осылай бүрістіріп. Мына бүрген кезінде осылай біздің жастығымыз жиырылады. Бұл жастыққа ұқсайды, қыздар, бұл жастыққа ұқсай келеді. Сосын мына гүлді ортасына қоям, сонда былай күшті жастық шығайын деп тұр. Диванның үстіне қоятын әдемі декоративный жастық шығайын деп тұр, қыздар.